жылы Дінмұхамед Қонаевтың орнына ешкім танымайтын ресейлік саясаткер Колбинді орнатуы. Осы көтеріліс Кеңес одағының ыдырауына және біздің тәуелсіздік алуымызға алғашқы қадам болған десек болады. Алайда, халқының қамын ойлап, бейбіт шеруге шыққан нағыз көкірегі ояу патриот азаматтарымыз қатаң жазаланды. Үкіметтің сақшылары жастарды ұрып соғып, шешіндіріп, далаға сүйреп, су шашып аязда қалдырды. Дәл сол уақытта мемлекеттік радио, теледидар, газеттерде Алматыны нашақор бандиттер басып алды деген пропаганда жүріп жатты. Не нападали на демонстрантов, а охраняли от беспорядков. И больше ничего. Бұл оқиға қазақ халқының жадында терең із қалдырды. Сондықтан 16 желтоқсанда біз тәуелсіздігімізді тойлаудан бұрын оның бізге қандай жолмен жеткенін еске аламыз. Біздің тәуелсіздігіміздің құны қандай болғанын алдыңғы уақытта да ұмытпағанымыз жөн.